Сәлем достар, біз сіздермен түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығын қарастырайық. Алдымен берілген түзу, берілген жазықтықтың кез келген түзуіне перпендикуляр болса, онда түзу мен жазықтық перпендикуляр болады деген сөз. Яғни бізде кез келген альфа жазықтығы берілсін. Осы альфа жазықтығына А түзу перпендикуляр, А түзу перпендикуляр. Егер осы жазықтықта жатқан кез келген түзуге перпендикуляр болатын болса, мына түзуге де перпендикуляр, мына түзуге де, мына түзуге де перпендикуляр. Яғни Б, С, Д. Тіпті айқас түзулер болса да перпендикуляр болады екен. Бұны Е деп алайық. Сонда түзу мен жазықтықтың арасындағы перпендикуляр А түзуі перпендикуляр альфа жазықтығына. Осы альфа жазықтығына тиісті толығымен Б түзуі де, С түзуі де, Д түзуі де, Е түзуі де толығымен альфа жазықтығында жатыр. Яғни бұл түзулердің барлығы альфа жазықтығында жатыр. Осы А түзуі әр қайсы түзулермен перпендикуляр болады. А түзуі С түзуімен де перпендикуляр, А түзуі Д түзуімен де. А түзуі Е түзуімен де перпендикуляр. Ал А түзуі мен Е түзуі айқас түзулер. Яғни олардың перпендикулярлығын дәлелдеу үшін Е түзуін А түзуіне қиып өтетінде параллель түзу жүргізіп, олардың арасындағы бұрыш 90 градусқа тең екенін көрсетуге болады. Осындай А түзуі мен альфа жазықтығын перпендикуляр деп атайды. Енді мынандай теорема орындалады. Бірінші теорема. Егер альфа жазықтығында А түзуі перпендикуляр болса, және Б түзуі де перпендикуляр болса осы альфа жазықтығына, перпендикуляр болса, онда А түзуі мен Б түзуі параллель деген сөз. Жазайық. Альфа жазықтығы А түзуіне перпендикуляр. Б түзуі де альфа жазықтығына перпендикуляр. Олай болса, бұдан А түзуі параллель Б түзуі екендігін шығады. Келесі жағдай екінші. Егер А түзуі мен Б түзуі параллель болса, ал А түзуі перпендикуляр альфа жазықтығына болса, ода бұдан шығады Б түзуі де альфа жазықтығына перпендикуляр екендігі. Яғни бұл жерде керісінше берілген екі түзу параллель А мен Б. Бірақ А түзуі арқылы альфа жазықтығы өтсе, ол Б түзуі арқылы да өтеді деген сөз. Яғни екеуі қиылысады. Үзік-үзікпен көрсетеміз. Яғни мына жерде қиылысады, және мына нүктеде қиылысады. Екеуі перпендикуляр деген сөз. Үшінші жағдай, үшінші теорема. Егер альфа жазықтығында А және Б түзулері қиылысады. Альфа жазықтығында А және Б түзулері О нүктесінде қиылысады. Осы альфа жазықтығында қиылысатын екі түзуге үшінші С түзуі перпендикуляр болса, онда ол С түзуіміз Б түзуімен де перпендикуляр және А түзуімен де перпендикуляр болады. Олай болса, альфа жазықтығы мен С түзуі де перпендикуляр деген сөз. Жазайық. Бұл жерде бізде А және Б түзулері қиылысады О нүктесінде берілген. Және Б түзуі перпендикуляр С түзуімен. Және А түзуі де перпендикуляр С түзуімен. Және бұл жердегі А түзуі толығымен альфа жазықтығында жатыр. Б түзуі де толығымен альфа жазықтығында жатыр. Олай болса, бұдан шығатын қорытынды альфа жазықтығы
перпендикуляр с түзүүмен деген сөз. Балалар, біз сіздермен түзүү мен жазықтығын, перпендикулярлығын қарастырдық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.